бар болғаны 2-3 минуттың ішінде дайындап шығарсаңыздар өте керемет дүние деп ойлаймын. Міне жабылады және екі жүрек бір біріне келеді да осындай керемет жазу шығады. Бізге сондай керемет дүниені жасау үшін бар болғаны осы заттар керек болады. Сіз көлемі жағынан өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасай беруге болады. Ең алдымен біздер жүректі сіздер қызыл дүние болатын болса сондай нәрсемен жасай берсеңіздер ештеңе қылмайды, қайта жақсы болады. Біз ең алдымен жүрегімізді осындай бөлікке бөліп қиып алуымыз керек. Қазір жасау барысында неге қиылғанын бәрін түсінетін боласыздар. Мінекей бізде осындай бөлікке бөлінді және біз бұны жақсылап қызыл түске бояп шығатын болатын боламыз. Дәл осылай 2 жағын қызыл түске жақсылап бояп аламыз. Және ендігі кезекте біз осы қағазымызды ортасын кесетін боламыз. Бұл жерде де сіздерде канцелярский болатын болса, сіздерге жақсы көмекке келетін. Дәл осылай кескендеріңіз абзал болады. Мінекей бізде дәл осындай дүние шықты. Ендігі кезекте біз клейімізді тек ең бұрыштарына жағып шығатын боламыз. Мына барлық жағына жабуға тиісті емеспіз. Сондықтан ең бұрыштарына жабамыз. Дәл осылай ұстай қойған жерлерін тағы бір қайтара клей жағып жабыстырып шығамыз. Мінекей бізде дәл осындай не шықты. Ендігі кезекте біз осы жүрегімізді осындай қиынды арқылы бұл қиындыны біз әр қабатын жабыстырып шығатын боламыз. Осы клеймен осы қағазымызды дәл осылай жабыстыратын боламыз. Және дәл осылай ортадағы қағазға сәйкес келтіріп жабыстыратын боламыз. Біздің қателігіміз жазуымызды кішірейту. Бұл жерде енді біз мінекей дәл осы қағазға біз қызыл маркерімізбен жазуымызды жазып аламыз. Мінекей осындай керемет сөзімізді осы жерге біз салып қоятын боламыз. Және дәл осындай біз дәл осы жерге клейімізді молынан жағып осы сөзіміз көрінетіндей және дәл осы жерге біз өзіміздің жарты жүрегімізді жабыстыратын боламыз. Дәл осы қиынға киілетіндей және бізде дәл осындай керемет дүние пайда болады. Мінекей бар болғаны 2-3 минуттың ішінде дайындап шығарсаңыздар өте керемет дүние деп ойлаймын. Міне жабылады және 2 жүрек бір біріне келеді да осындай керемет жазу шығады. Видеоны лайк басып қолдау ретінде достарыңызға таратсаңыздар нұр үстіне нұр болады.